Негізі біз мұсылмандар үлкен дүниелерді жасағымыз келеді да. Бірақ кішкентай пайғамбарымыздың айтып кеткен сүйінші хадистері бар. Соларды жасай алмаймыз ғой. Бірақ өзіміз үлкен нәрселер жасағымыз келеді. Мына Мадина қаласына пайғамбар алейхиссалату вассалам хижра жасап барды ғой. Сол кезде Абдулла ибн Салама деген сахаба айтады. Мен дейді пайғамбарымыздың алдында тұрдым дейді тура. Бірінші хұтпасында, уағызында. Алдында тұрдым дейді. Абдулла ибн Салама айтады. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның аузынан шыққан бірінші сөздер мына 3 сөз еді дейді. Первые слова, которые пророк алейхиссалату вассалам по прибытию в Медину сказал, это были следующие слова. Я айюханнас. Эй, адамдар. Афшу салам. Распространяйте приветствие между собой. Сәлемді таратыңдар өзара. Ассаламу алейкум деп амандаса жүріңдер. Танысаң да, танымасаң да. Ва тойму таам. И кормите вы тех людей, которые голодны. Аштардың қарнын тойдырып тұрыңдар. Вассаллю биллайли ваннасу ниям. Когда все люди спят, вы вставайте и выстаивайте тахаджуд намазы. Түнде тұрып, елдің бәрі ұйқыға кеткен кезде тахаджуд намаздарына тұрыңдар. Тадхулул джанната бисалам. Я надеюсь, вы войдете в рай с приветствием, с благословением Аллаха. Алланың джаннатына амандықта кіресіңдер деп үміт етемін дейді. 3 вещи. Распространение салама, ассаламу алейкум деп айтасың ба, айта алмайсың ба? Қиын, жасай алмайсың. Аштардың қарнын тойдырып қою. Біз тоқтардың қарнын тойдырамыз ғой. Бағана жабдықта болды, хатымдарда боламыз, астарда боламыз. Ылғи қарындар тойып келген адамдар отырады. Сол жерге бір хақ иелеріне бір айтарым менің. Бір қарны аш адамдарға да дастархан жасап қойыңыздар, сауаптарын алып қалыңыздар. Пайғамбар айтып отыр, жәннаттықтардың амалы бұл дейді. Қарындары аштардың қарнын тойдырып жіберу. Вассаллю биллайли ваннасу ниям. Адамдар ұйқыға кеткен кезде түнде тұрып намаз оқу. Түнде тұрып намаз оқудың ең жақсы кезі қандай? Қыс кезі.